Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сделка $283 прибыль беріп отыр. Так, британец японский иена мына жерде. Көріп тұрғандай, так, апрельдің 20 күні экстремум болған, яғни максимальный топ нүкте. Осы бағадан разворот болған. Кеше осы деңгейге келіп соқты. Осы деңгейден мына жерде разворотқа позицияға кірген болатын. Кеше ашылған сделка 8 күні 16:17-де. Так, 3 сағатты қоссақ, кешке 7:30-да келген ашылған сделка болған. Так, неге бұл жерде төмен қарай позицияға кірдім? Өйткені бұл бізде дальний ретест болып саналады. Алыстан болған ретест. Дальний ретест бізге кері бұрылуға сигнал береді. Және де мынада тағы кері бұрылуға бір сигнал, ол міне мынада көріп тұрсақ, 3 күн бойы үлкен паранормалды барлармен келген. Үлкен паранормалды барлармен деңгейге жақындаса, ол да жаңағы разворотный модель, кері бұрылуға сигнал береді. Екі сигнал бар, осы деңгейден төмен қарай позицияға кірген. Объемды бұрынғыдан көтердім 0.22-ге. Міне бұл жерде деңгейді бұзды, одан кейінгісі бұзып, ақындап төмен түсіп келе жатқан кезде позицияға кірдім. Негізі стоп-лосс 68-де 744-те тұрған. Сол кешеден төмен түсіп, айналып келіп, міне бүгінгі баға сол стопты іліп кете жаздады. 68-де максимальный 728, 730-ға дейін барды, Америка 744-те тұрды. Сәл болғанда стопты іліп кетереді. Осыдан төмен қарай кетіп, take profit'ті берді. Take profit 166-ті 734. Бұл минимально так 66-ті 690, яғни 734, 690, 44 пунктке төмен қарай түскен. Мен take profit'тен сәл төмен қарай 44 пунктке түсті, қайттан жоғары көтеріліп кетті. Так, барлығы 1600 пункт. 1700 пунктке қойған. 1700 пункт 0.22 лотпен $283 прибыль берді. Енді бұл $2.20 комиссия бар, және кеше ашылған сделка бүгінгі күнге дейін ұстаған үшін, позиция ауысқан үшін, жәнегі своп төленеді. Своп деген ол комиссия, сол перенос позиции. Бұл $4. Общий 6-да $65 жәнегі комиссия төледім, сонда таза табыс $276. Енді қараңыздар, так, мына жерде баға қазір үстіге қарай қайттан кетіп қалды. Егер де мына деңгейді жоғары қарай бұзған сәтте, ертең бекен бұл деңгейді қайттан жоғары қарай бұзатын болса, онда осы деңгейден төмен қарай тағы да позицияға кіруге болады. Жақсы, барлықтарыңызға назарларыңызға рахмет. Осы сделка сіздерге жол ұстасын. Табысты күндер көп болсын. Сау болыңыздар.